Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі өрнектің кубтарының қосындысын көбейткіштерге жіктеу және екі өрнектің кубтарының айырмасын көбейткіштерге жіктеу. Яғни біз екі өрнектің кубтарының қосындысын а куб плюс б кубты көбейткішке мына формула арқылы жіктейміз. А қосылған б а квадрат минус а б плюс б квадрат. Мұндағы а плюс б берілген өрнектің өздерінің қосындысы, ал екінші жақшадағы а квадрат минус а б плюс б квадрат өрнегін екі өрнектің айырмасының толымсыз квадраты деп атайды. Себебі егер бізде толық квадрат болса, 2а болар еді мына екінші өрнектің орнында, ал 2 деген сан болмағандықтан оны біз толымсыз квадрат дейміз. Ал екі өрнектің кубтарының айырмасы а куб минус б куб мына формула арқылы жіктеледі. А минус б а квадрат плюс аб плюс б квадрат. Бұл бірінші көбейткіш сол өрнектердің өздерінің айырымы болса, ал екінші көбейткіште екі өрнектің қосындысының толымсыз квадраты болады. Яғни осы жерде назар аударып қарасақ, екі өрнектің кубтарының қосындысы болғанда айырманың толымсыз көбейтіндісі көбейтіледі. Ал екі өрнектің кубтарының айырмасын екі өрнектің қосындысының толымсыз көбейтіндісіне көбейтеміз. Яғни бірінші жақшада дәрежесіз берілген өрнектердің өздерінің көбейтіндісі тұр. Ал екінші жақшада қосынды болса, мына жерде айырманың толымсызы, айырма болса қосындының толымсыз көбейтіндісі. Яғни есте сақтауға болады. Енді осы формулаларды қалай дәлелдейміз? Ол үшін теңдіктің оң жағындағы көпмүшені көпмүшеге көбейтуді орындасақ жеткілікті. Біреуін көрсетейік, екіншісін өздерің дәлелдейсіңдер. Яғни а қосылған б көпмүшелігін а квадрат минус а б плюс б квадратқа көбейтейік. Яғни көпмүшені көпмүшеге көбейту. Аны а квадратқа көбейтсек а куб, аны минус а б-ға көбейтсек минус а квадрат б, аны б квадратқа көбейтсек плюс а б квадрат болады. Екінші б-ға көбейтеміз плюс а квадрат б, одан кейін минус а б квадрат плюс б куб. Осы жазулардан ұқсас мүшелерді біріктіріп алайық. А квадрат б минус а квадрат б плюс таңбамен тұр, яғни қарама-қарсы сандар болғандықтан жойылады. А б квадрат пен минус а б квадрат жойылады. Сонда а куб плюс б куб өрнегі қалады. А куб минус б куб. Яғни бізге дәлелдеу қажеті осы болатын. Ал екінші формуланы өздерің дәлелдеңдер. Өзіміз үйренген формулаларды мысалдарда қолданып көрейік. Енді 125 а куб плюс 27 б куб өрнегін көбейткіштерге жүктейік. 125 саны 5-тің 3-ші дәрежесі. Олай болса, біз бұл өрнекті 5а-ның кубы деп жаза аламыз. Плюс 27 ол 3-тің 3-ші дәрежесі. Олай болса, 3b-ның кубы деп жазсақ болады. Сонда бірінші 5а өрнегі а-ның орнында тұр, ал 3b өрнегі b-ның орнында тұр. Сонда а куб плюс б куб формуласы алынды. Ал ол формула бойынша бірінші жақшада мен ескертіп өткендегідей дәрежесіз берілген өрнектің қосындысының өзі жазылады. Яғни 5а қосу 3b. Енді келесі жақшаға осы өрнектен ары қарай жалғастырып алуға болады. Яғни бірінші өрнек 5а болса, біз оны квадраттаймыз. 5а-ның квадраты 25а. Екі өрнектің қосындысы болса, онда бізде айырманың толымсыз квадраты болу керек. Ендеше минус қоямыз. Толымсыз болғандықтан бірінші өрнекті екінші өрнекке көбейтем. 5а-ны 3b-ға көбейтем, 15аб. Қосу b квадрат, яғни 3b-ны квадраттайым, 9b квадрат болады. Есте сақтаудың ең тиімді жолы. Енді келесі мысалда x куб, y куб. Яғни оны біз x, y-тің кубы минус 1 ол 1-дің кубы. А куб минус б куб. Яғни бірінші жақшаға дәрежесіз берілген өрнектердің өзін жазамыз. x, y минус 1. Ал екінші жақшаға толымсыз қосынды. Енді бізде айырма, ендеше қосындының толымсыз
квадратын жазамыз. Сонда x квадрат, y квадрат плюс екеуін көбейтен x, y плюс 1. Мына түрде болады. Ал енді үшінші мысалға назар аударсақ, m куб минус n куб. Ол бізге екі өрнектің кубтарының айырымын беріп тұр. Бұл бізге формула бойынша былай жазылатын. Бірінші дәрежесіз m минус n-ді жазын. m квадрат плюс mn плюс n квадрат. Яғни кубтардың айырымын көбейткіштерге жіктеп алдық. Ал екінші өрнектің өзін жазып қоямын. Міне. Енді осы жазудан назар аударсақ, ортақ көбейткіш ретінде m квадрат плюс mn плюс n квадрат. Екінші өрнекте дәл сол көпмүшелік тұр. Яғни ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару әдісі бойынша көбейткіштерге жіктейміз. Жақша ішінде m минус n минус 6m. Бізде жақша ішінде ортақ көбейткіш бар. Олай болса, біз бұл өрнекті былай жазсақ болады. m квадрат плюс mn квадрат m минус 6m бұл бізге минус 5m-ді береді. Минус n-нің өзі қалады. Минусты жақша сыртына шығаруға да болады, немесе осы күйінде қалдыруға да болады.